Assalomu alaykum. Bugun bizde Nexia 2 center zamok istemeye algan. Ол center zamoktың моторшығы қайда тұрады десеңіздер, андай заводскойда, люкстарда основной. Люкстарда болады, простойда болмайды, базовыйда болмайды. Люкстарда осындай центр замок болады. Бұның өзі істен шығып қалған. Кілтпен құлтағыңызды төртеу ашып жабылады. Соған бізде осындай центр замок бар. Қызыл проводын келетін, көк провод болады, осыған келетін. Қызыл жалғаймыз, қара проводқа минусты жалғаймыз. И көк проводты сары, қара түскен проводқа жалғаймыз. Жасылды, мына жасыл. Оны қызыл, қараға жалғаймыз. Сонымен центр замогымыз істейді, Алла қаласа. Құлтау ашып жауыпты. Болды. Ең оңай варианты. Главный бұл жерде плюс-минус кеп тұрса, кабельдер абырып болмаса болды. Осының оңай жолы, шиқылдамайды бұл, мазаламайды жалпы. Қарапайым, құлтап ашып жабуға десеңіз, осындай центр замоктары бар. 3-4 мың теңге тұрады жобасы. Осыны алып жалғап жібересіздер. Плюс көк, плюс болады. Егер келмей қалса предохранитель тексересіздер, плюс, қара провод минус болады. И мынау әрбір моторшикке барған плюс-минус ауысып жабады. Кейбір кезде мысалы біреулер жалғап қояды, мынаны басқан кезде құлтайды, мынаны басқан кезде ашады да, сөйтіп атса, ана проводтың екеуін ауыстыра саласыздар болды. Жалпы сол видео пайдалы болады деп ойлаймын, иншалла. Аллах істеріңізге береке берсін, пайдалы етсін. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.